Жаман ашуым келіп отыр. Ашуым келіп отқанда азанда бір жағдай болды. Соны стрессім снимать етіп отырмын. Любой ашуды, любой жынданған кезде жыныңды залға келіп шығарса, ринг төрінде, спорт залда, только көшеде емес жігіттер. Только далада емес. Бәлеқорлар көп кірсі. Ол не жағдай болған қазір айтамын сіздерге. Өтіп болып кетті соңыз. Науға. Sağ Ой, адамдардың ерме тиген ма? Оңбаған десе. Еще өзің күні дұрыс істеп қойды еще адам десе. Так. Не жағдай болды? Азанда таксистерге айтар кішігірім хабарландырсын деген. Азында такси шақырам ғой. Кейбір кезде таксимен жүремін. Айдан келіп отқам. Азында бір дүбәрі келеді ғой, короче. Таза. Такси шақырам. Өзім асығып тұрған. Такси келді. Bir 5-6 минутқа ма, оның айту бойынша 8 минутқа кешіп шығама. Менің үйімен залым араға шықты бір 300-400 метр жақында. Мәшінесіне отырамын, амандасам, ассалаумағалейкум, мынау жүре бер болған. Жүрген кезде, короче, айданатын жолмен кетеді ғой. Солға деймін ма? Сөйтіп көтіп алсын тұрсады да. Мен артық шенге айтқан жоқ, солға. Мен айтым, асығып тұрмын дедім. Кім? Жігіттер, мен асығып тұрмын. Айданып барасың бұл жақпен десем, сен 8 минутқа кешіп шықтың ғой, мен ештеңе деген жоқпын ғой дейді. Айналайын, біріншіден, сен не айту керексің? Сен жұмысың ғой ол. Мен де кезден талай такси алып еткенмін. Неше түрлі адамдар отырады, оны бәрін түсінемін. Бірақ әр адамға сабыр сақтап, әр адамның көңілін таба білу керекпіз да енді. Қолдан келгенше. Мен ештеңе деген жоқпын сені. Мен саған айтпын, асығып тұрмын дедім. А клиент, адам отырған адам, ол всегда дұрыс, он прав. Мен саған жаман еш нәрсе айтқан жоқпын. Мен жұмыстан асығып тұрмын дедім. Сөйтсем ол маған айтты, сен 8 минут кешіп шықтың ғой дейді. Бауырым-ау, жаным-ау, айналайын-ау. Тебя волнует мен 8 минутқа кешейін ма, 10 минутқа кешейін ма? Енді үйде шаруа тірліктер болды енді. Шықтық қой енді ертерек. Сен кешіп тұрды, какой сен дело саған? Не жұмысың ма? Кешіп шығама, 1 сағаттан шығама, мен өзім білемін. Ең бастысы мен шықтым, сен енді тезірек апарса енді болды, көп сөз, боқ сөзі. И мен алады да, мен сен болды апармайын дейді, короче. Болды, мен сен апармайын, машинамен түсіп кет дейді. И мен әлде ашуланам ғой, жаман жынданам. Анда өзі еще агрессивно сөйлейді ана, гондырмен ана, ау деген сияқты. Мен ештеңе айтқан жоқ, жай қарсы дедім. Мен ішіндегі мынау қасқыр бар ғой, ішіндегі арыстаншы. Мен всегда айтамын ғой, сабыр сақтау керек. Қатты ашуланам, қатты жынданам мен. Мен бар ғой, анам бар ғой. Әнерде бар ғой енді ше. Анам бар ғой, мен жеп қойсам да қақалмаймын мен ше. Мен простой адам ғой, енді работяга, мен профессиональный спортсмен, профессиональный боксер мен. Мен өтіп қоям мен, құдай сақтасын, ешкімге қол көтермеймін мен. Сабыр сақтадым. Мен одан құтқарудың амалы емес, оны менен құтқарудың амалына мен 102-ге звондадым. Мен законный послушный гражданин жігіттер. Мен терпила емес, не емесмін. Мен милицияға звондадым 102-ге. Мен айттым, жігіттер осыны мерде. Ол еще мен алады да, басқа жаққа машинем түспейді, мен түспеймін деймін, ол басқа жаққа, ана ұлы дала 19 дейді, сол жаққа қарай кетіп қалады. Мен жұмыстан уже кешігіп жатырмын, мен ашуланып бірақ еш сыр білдірмеймін да, сабыр сақтап отырмын. 102-ге звондадым, айттым, жігіттер мына жақта. Мен 102-ге звондаған себебім біріншіден оны менен құтқарсын дедім да. Мен ана сабыр сақтамасам, мен ана точно бір жерін сындырамын да. А егер сындырсам, кім атты, кім жаман атты, мен жаман атты боламын. Кім сотталады, мен сотталамын. Сонымен ассалаумағалейкум, уағалейкум ассалам. Мұхидағайды қуана жаман атты қылып, ит қылып, итак инстаграмда неше түрлі нәрсені жазасыңдар. Сосын жүресің, міне, келіпті ғой, бүйтіпті ғой, сөйтіпті ғой деп. Бәріңе тәрбие, тәлім, сабақ айтып жүрген адам мінекей. Өзі қырып жойып, ұрмандар деп жатқан адам өзі ұрып жатыр деген ғой дегендей. 102-ге звондадым, 102 келді жігіттер. Опорный дей ма, нитроводы дей ма, сол жаққа бардық. Сосын мен жігіттерге түсіндіріп айтып, жігіттер дедім,
арыз жазаспайды, мен арыз жазбаймын дедім. Арыз ештеңе жазамын, просто ескерту жасаңдаршы маған дедім. Мен арыз жазатын бір не емеспін ғой дедім. Просто мен 100 кез звондаған себебім жігіттер деді, мен профессиональный спортсменмін, мен профессиональный боксермін дедім. Мен қатты ашуландым дедім. Сол мынаны менен сақтау үшін, ұрысып ерегіспеу үшін, сендер заңды түрде бәрін түсіндіріп айту үшін, профилактика дейміз ғой, сондай өткізу үшін мен сендерді шақырдым дедім. Мен аны қазір ұрып өлтіріп қойсам, Құдай сақтасын. Ол мен жайын білмейді ғой, мен кім екенім, не екенім, көп адамдар біледі, көп адамдар білмейді дегендей. Мен спортсменмін ғой, профессиональный боксермін, өмір бақи адамның бетін бұзып келе жатқан адамбыз ғой біз. Соны айтайын деп отқам. Сөйтіп бардық, сөйтіп кеттік. Мына кісіге ешқандай неңіз бар ма? Ана милиция жігіттер айтып жатыр. Маке, мына жігітке бір айтар сөзіңіз бар ма? Бір претензияңыз бар ма? Мен претензия ештеңе жоқ дедім. Қол алыспай дейді, мен айттым, қол алыспаймын дедім бұл жігітке. Ренжімеңдер, претензия ештеңе жоқ, бірақ қол алыспаймын дедім. Қатты ашулы болдым да өйткені. Алла өзі кешірсін, мен мүмкін кейбір жерде мүмкін менде тәкаппарлап қалған шығармын. Бірақ мына таксист жігіттердің өте дұрыс емес. Қанша такси шақырамын, ол бірінші мәрте емес, всегда шақырған жерге келмейсіңдер. Мысалға 4-ші подъездеймін, 4-ші подъездге келмейсіңдер. Айдалаға бір жерге тұрып аласың. Келесің, как будто бір менің жұмысымды істеп жүрген жоқ, мен үшін бір бәле істеп жүр. Айналайын жандырым, мен де таксовать еттім кезінде. Тағы да айтамын. Неше түрлі адамдар мінеді. Неше түрлі адамның көңілін табу енді оңай емес, бірақ тырысу керек қой. Қаншама дегенмен бала шағаңды асырасың, өзіңді асырайсың. Мысалға үйіңе айрауқат тамақ алып келіп жүрсің, сабыр сақтау керек. Клиент всегда прав деген әңгіме бар ғой енді. Не всегда, но если здравый, мен гнилой емеспін ғой, мен здравый, мен ешқандай наезд жасаған жоқ, мен ешқандай ондай тәкаппарлығым жоқ. Мен адамша түсіндірдім, адамша айттым, ол тәкаппарланып отыр да. Соны айтамын таксистерге. Таксовать етесіңдер ма? Жігіттер, Аллах разы болсын, здраво жүріп, здраво таксовать етіп, ровно жүріңдерші, өтініш. Бұқаламаңдар, быковать етпеңдер. Бұқаланы быковать етсіңдер ма, үйлерінде отырыңдар. Жұмыс жасаймайсыңдар, нервісіңдер ма, психически больныйсыңдар ма, үйде отырыңдар, хорошо? Үйлерінде отырыңдар, басқа жұмыспен айналысыңдар. А егер работаете для себя, өздерің үшін, от души, семьяң үшін бар ғой, будьте любезны, жұмыс жасасаңыз, жігіттер, бауырлар, ағайындар, бір-бірімізге ұрыспай, бір-бірімізге таласпай, береке иншалла болады, сабыр сақтайық. Мен қолымнан келгенше сабыр сақтадым. Мен сабыр сақтамағанда мен анам бар ғой, мен бетім бар ғой, мысалы мен кровожадный болсам, или тәкаппар болсам, мен анам бар ғой, мен есіп тастайтын едім, мысалы. А мен ондай нәрсе істемеймін ешқашан. Қол жұмсамаймын, мен заңды түрде бәрін шешуге тырысамын. Мен одан кішірейіп қалмаймын, мен одан бір чмо болып қалмаймын, одан бір мен абыройым түсіп қалмайды. Мен заңды түрде бәрін шешуге тырысамын. Конкретно егерде жігіттер келіп отса, жігітше сөйлесеміз десе, любой жігітпен жігітше сөйлесемін, любоймен. Мына конкретно арыз жазбаймыз, анау мынау десе, любоймен, қарасымен қара, қызылмен қызыл дегенде любоймен общаться етеміз жігіттер. Ona сомнением болмасындар ешқашан. Любой мен жаңағы 100-ге звондап мен бір одан абыройым түсқан жоқ. Мен всегда заңды түрде жүрсем. Оны мен айтайын деген мұхит ағайдан ешқашан сомнение болмасын. Любой мен ғой, любой мен. Если он не прав, мен всегда до конца барамын. Мен өзімдікі дұрыс болса, мен всегда до конца барамын. Мен тағы да айтамын, любой мен жігітпен, любой мен жігітше сөйлесем. Ринг төрінде болсын, басқа төрінде болсын, далада болсын, көшеде болсын, егер де жігіттікі дұрыс болмаса, мен всегда өзімдікін айтуға қоямын. Бұны айтайын деп отқам, сабыр сақтайық, бір-бірімізді сыйлап жүрейік, бір-бірімізді құрметтеп жүрейік, әр істерлігімізді берекелі жасайық, жұмысымыз бәрі оңды болсын. Сосын таксистсің ба, басқа тірліктесің ба, басқа жұмыстасың ба, бәріміз жұмысымызға сабырлы, тиянақты қарайық. Хорошо, жігіттер. Бұл жалпы бұл айтайын деп отқам, бүкіл қалада таксовать етіп жүрген жігіттерге арналып, сабыр сақтайық, бауырлар. Алла тағала істеріңе, тірлігіңе береке берсін. Жақсы күнде жолыққанша, сол бүкіл ашуымды, бүкіл жынданғанымды бүгін жаттығуға келіп, стрессімді снимать етіп жатырмын. Жақсы күнде жолыққанша.